Менің әкем маған дүрбі сатып алып берген болатын. Және мен әр күні кешке қарай балконға шығып аспанды қарауды жақсы көргенмін. Және кейде терезеге қарайтынмын. Және терезеге қараған кезде бір жарық өшіп сынып тұрды. Мен ол жерде не болып жатыр деп қараған кезде бір қыз шашын тарап жатты. Оның бейнесіне қараған кезде ештеңе болған жоқ. Ал мен оған дүрбіні жақындатқан кезде ол маған дереу қарап қалды. Мен оған қараған кезде мен оның түрінен шошып кеттім. Оның ақшиған тістері және шырам-шырам беттері, және де бақырайған көздері, және де ол біртүрлі қорқынышты жүрісімен әрі қарай кетіп қалды. Мен қорқыныштан терезеден секіріп кете жаздадым. Және бір уақыттан соң арғы жақтың терезесі өшіп жанып тұрды. Және ол бері қарай түсіп келатқанын көрдім. Ол дәл маған келе жатты, себебі ол маған басын қисайтты да подъезден түсіп кетті. Мен әрі қарай не болады деп қарап тұрған кезде ол дәл сол пәтердің есігінен жарығы жанып өшіп ол қорқынышты жүрісімен өтіп кетті. Ал мен ол келгенше қашып кетем дедім де, мен әрі қарай қараған кезде есіктің ашып бітіп қайтып жабылғанын естідім. Иә, ол маған келе жатқанын түсіндім. Және мен біртүрлі бейненің басын көрдім. Ол маған қарады. Мен тез-тез үйге кірдім де есікті ішінен жауып алдым. Мен қатты қорқып тұрдым. Біраз уақыттан кейін мен есікті ұстап тұрған кезде біреу немесе бірдеңе есікті тоқылдатты.